Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жүгерінің 10 минутта дайын болатын рецептімен бөлісемін. Бұл рецептпен жасасаңыздар жүгерлеріңіз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жүгеріні сыртқы қабығынан тазартып аламыз және жақсылап жуып аламыз. Жүгері таңдаған кезде дәл осылай бір бөлігін алған кезде суы шығатын болса, демек сіздердің жүгерлеріңіз өте дәмді, сочный жүгері болып саналады. Дәл осылай жүгеріні таңдап алсаңыздар болады. Дайын болған жүгерлерді салқын суға саламыз және тұз қоспаймыз. Егер тұз қосатын болсаңыздар, жүгерлеріңіз қатты болып қалады. Және бетін жауып қайнағанын күтеміз. Дәл осылай қайнаған сәттен бастап оттың жылдамдығын орташа қылып, бетін жауып 10 минут қана қайнатамыз. Одан артық қайнатпаймыз, себебі қатты болып қалады. Арасында дәл осылай су тимей қалған жерлерін аунатып алсаңыздар болады. Осымен міне 10 минут өтті, біздің жүгеріміз дайын болды. Ең соңында тұз сеуіп шығамыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.